Қайырлы күн, құрметті депутаттар және сессия қатысушылар. Аудандық мәслихаттың 11 депутатынан бүгінгі 44-ші кезектен тыс сессияға 8 депутат қатысып отыр. Оның 5 депутаты Zoom арқылы. Кворум бар, сессия өз жұмысын бастауға құқылы. Железин аудандық мәслихаттың 8-ші сайланған 44-ші кезектен тыс сессиясы ашық деп жарияланады. Сессия жұмысына аудан әкімінің аппаратының басшылары, ауылдық округ әкімдері және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысады. Құрметті әріптестер, күн тәртібін бекітуіміз керек. Күн тәртібінің жобасы қолдарыңызда бар. Күн тәртібі бойынша ұсыныстарыңыз бола ма? Жақсы, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Бекітілді. Сондай-ақ сессия жұмысының регламентін бекітуіміз керек. Регламент қолдарыңызда бар. Регламент жобасы бойынша ұсыныстарыңыз бола ма? Жоқ болса, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Ұсыныстар мен ескертулерді есепке алып жинақтау үшін бізге сессия хатшылығын сайлау керек. Сессия хатшылығы 2 адам сайлансын деген ұсыныс бар. Басқа ұсыныстар бола ма? Жоқ болса, онда дауысқа саламын. Дербес. Қазақстан нөмір 3-ші Қазақстан сайлау округінің аудандық мәслихат депутаты Марат Рахметоллаұлы Махметов, мәслихат аппаратының ұйымдастыру бөлімінің басшысы Марина Зинуллина Садыкова. Хатшылықтың құрамы бойынша ұсыныстар бола ма? Жоқ болса, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Күн тәртібін қарауға көшеміз. Сонда бірінші сөз Ақтау ауылдық округінің әкімі Жанар Жамбутан Орынтаеваға беріледі. Құрметті депутаттар, бюджет Актауского сельского округа Железинского района на 2026 год предусмотрены доходы 45 миллионов 897 тысяч тенге, неналоговые поступления 4 миллиона 740 тысяч тенге, неналоговые поступления 215 тысяч тенге, трансферты 40 миллионов 942 тысячи тенге, расходы предусмотрены на общую сумму 45 миллионов 897 тенге по 7 программам: 01, 02, 08, 09, 010, 011 и 013 программа. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз бола ма? Жақсы, онда отыруыңызды сұраймын. Сөз Алакөл ауылдық округінің әкімі Татьяна Васильевна Метлушкаға беріледі. Уважаемые депутаты, на 2026 год аппарат Акима Алакольского сельского округа предусмотрены доходы в сумме 44 миллиона 874 тысячи тенге. Из них налоговые поступления 10 миллионов 708 тысяч тенге, неналоговые поступления 96 тысяч тенге, трансферты 34 миллиона 70 тысяч тенге. Расходы в сумме 44 миллиона 874 тысячи тенге по 6 программам. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз жоқ болса, отыруыңызды сұраймын. Сөз Башмашин ауылдық округінің әкімі Меруерт Бекболатқызы Мадагуловаға беріледі. Башмашин ауылдық округінің 2026-28 жылдарға арналған бюджетін, соның ішінде 2026 жылға арналған бюджеті туралы. Шығыстар 52 миллион 990 мың теңге. Салық түсімдері 6 миллион 450 мың теңге. Салық емес түсімдер 166 мың теңге. Трансферттер 46 миллион 374 мың теңге. Шығыстар 52 миллион 990 мың теңге құрайды. Бағдарламалар 01-ші, 02-ші, 08-ші, 09-ші, 011-ші, 013-ші бағдарлама бойынша. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз жоқ болса, отыруыңызды сұраймын. Рахмет. Сөз Беселорышин ауылдық округінің әкімі Аманжол Көпейевич Боранбаевқа беріледі.
Құрметті депутаттар, информация по бюджету Гуаппарата Акима Всеволожского сельского округа на 2026-2027 года. На 2026 год Гуаппарат Акима Всеволожского сельского округа Железинского района предусмотрены доходы всего 50 миллионов 997 тысяч тенге, налоговые поступления 5 миллионов 100 тысяч тенге, неналоговые поступления 190 тысяч тенге, поступления трансферов 45 миллионов 707 тысяч, расходы всего 50 миллионов 997 тысяч по 6 программах. Доклад окончен. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз? Жақсы, сұрақтарыңыз болған сұрақ отыруыңызды сұраймын. Сөз біздің Еңбекші ауылдық округінің әкімі Әсем Бауыржанқызы Краузеге беріледі. Құрметті депутаттар, на 26 год в Гуаппарат Акима Бишинского сельского округа Железинского района предусмотрены доходы 119 миллионов 731 тысяч тенге, налоговые поступления 4 миллиона 934 тысяч тенге, неналоговые поступления 215 тысяч, трансферы на сумму 114 миллионов 582 тысяч тенге, расходы по 6 программам на сумму 119 миллионов 731 тысяч тенге. Баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз? Сұрақ жоқ. Барлық әкімдерге қарастырдық. Тұрақты комиссия отырысында барлық сұрақтар қойылды. Қайта қарастырып Жақсы, басқа ұсыныстарыңыз бола ма? Онда жақсы, отыруыңызды сұраймын. Құрметті әріптестер, расында біз тұрақты комиссияда қарап өзімізге керекті сұрақтарға жауаптар алдық. Сондықтан да бұл сұрақ бойынша біз бүгінгі мәслихаттың шешімін қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасы бойынша ұсыныстарыңыз бола ма? Жоқ болса, онда дауысқа саламын. Кім қолдайды? Кім қарсы? Қалыс қалғандар бар ма? Қабылданды. Құрметті әріптестер, сессияны жүргізу бойынша ескертулеріңіз бар ма? Жоқ болса, баршаларыңызға, бүгінгі сессияға қатысқандарыңызға рахмет.